Сәбиді қырқынан шығару рәсімі. Сәбиді қырқынан шығару өзіндік жөн жоралғысы мен терең философиялық мәні бар дәстүр. Қазақ халқында жаңа босанған ана мен жаңа туған сәби үшін алғашқы 40 күн аса маңызды әрі қауіпті кезең саналған. Бұл уақытта ана мен балаға ерекше күтім қажет. 40 күн толғанда түрлі ырымдар жасалып, арнайы рәсім арқылы сәби қырқынан шығарылады. Арнайы ыдысқа 40 қасық таза су құйылып, оған күміс бұйымдар, сақина, білезік салынады. Күміс судың құнарын арттырады, тазартады. Күміс адалдықтың, тазалықтың нышаны саналған. Алтын сәндікке, күміс емдікке деген сөз осыдан қалған. Ұл мен қызды қырқынан шығару мерзімі де әртүрлі. Ұл бала табиғатынан шымыр, тез ет жинап ширайтындықтан оны 37-39 күн аралығында қырқынан шығарады. Ал қыз бала нәзік, әлсіздеу келгендіктен 40 күннен асырып 41 күнде шығарады. Қырқынан шығарудың мәні сәби 40 күнге жеткенде еті мен сүйегі бірігеді. Мойны бекіп, көзі қарайып, қарашығы жылтырай бастайды. Ана да осы уақытта белін бекітіп, қалпына келеді. Рәсім кезінде жақындары жиналып, тілектерін айтып, күміс салынған сумен баланы шомылдырады. Сәбидің қарын шашы мен сүт тырнағы алынады. Алынған шаш пен тырнақты кез келген жерге тастамай, ақ матаға орап, адам аяғы баспайтын таза жерге, талдың түбіне көміп тастаған дұрыс. Бұл дәстүр ұрпақ саулығы мен болашағына деген шынайы қамқорлықтың белгісі.